Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге табиғи жолмен жасалынатын шырынның рецептін ұсынғым келеді. Өріктен жасалынады. Пико согының дәміне ұқсайды. Қысқа осы сокты жасап сақтасаңыздар болады. Балаларыңызға қатты ұнайтын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен бізге өріктің езілген түрлері қажет болады. Барынша езілген өріктерді ала беріңіздер. Міне видеода көрсетіп өткенімдей. Ең алдымен біз өріктің ішіндегі дәнегін алып тастайтын боламыз. Бізге дәнегі қажет болмайды. Міне осылай видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен ортасынан бөліп дәнектерін алып тастаймыз. Өте оңай, өте тез жасалынатын шырынның бірі. Сондықтан сіздер де ерінбей жасап көріңіздер. Міне барлық өрігімізді осылай дайындап алғаннан кейін бір шұңғыл ыдысқа саламыз. Шұңғыл ыдысқа салғаннан кейін блендердің көмегімен немесе ет тартқыштың көмегімен өріктерімізді езіп аламыз. Мен блендердің көмегімен осылай өріктерді езіп шықтым. Өте оңай езіледі. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы жерде подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алда каналымда түрлі рецепттер болады. Міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыз. Міне блендермен осылай жақсылап барлығын езіп алғаннан кейін шырынды қайнататын үлкен ыдысқа осы пюремізді құямыз. Және де құйып алғаннан кейін осы пюре жасаған ыдыспен 2 ыдыс су құямыз. Видеоға міндетті түрде мұқият қараңыздар. Осы ыдыспен салқын су құямыз. Міне достар, барлық суымызды құйып алғаннан кейін, байқасаңыздар мен 2 рет құйдым. Салқын су құямыз. Құйып алғаннан кейін ожаудың көмегімен араластырып аламыз. Ары қарай осы дайындап алған шырынның үстіне 800 грамм шекер саламыз. 800 грамм шекер жеткілікті. Шекерімізді салып алғаннан кейін жақсылап тағы да араластырып, отымыздың астын қойып, қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Міне осылай қайнағаннан кейін бетіне көпіршіктер шығады. Көпіршіктерін алып тастаймыз. Достар, және 1 шай қасық лимон қышқылын қосамыз. Араластырып, согымызды тағы 10 минут осылай жай қайнатып қоямыз. Біздің согымыз дайын болды. Банкілерді мен мантываркіде булап алдым. 7-8 минуттай булап аласыздар. Қақпақтарын да 3-4 минуттай осылай суда қайнатып аламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін оттың астын өшіріп, банкамызға согымызды құйып шығамыз. Байқасаңыздар, мен сүзгіш қолданбадым. Өйткені маған осылай соктың мякіттары болғаны ұнайды. Егер сіздерге олай ұнамайтын болса, сүзгіш қойып, артық мякіттарды сүзіп алуға болады. Өте дәмді болып шығады, керемет болады. Міндетті түрде осы сокты мен рецептімен жасап көріңіздер. Достар, егер сіздерге рецепт ұнап жатырса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Және қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы пікірге жаза кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Рецепт ұнаған білу үшін және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің шырындарымыз дайын болды. Табиғи шырынды үй жағдайында өте оңай жолмен осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне соңғы этап бізде банкының қақпағын жабу. Банкының қақпағын жабу өте оңай. Осындай банкі бұрағышты алып, жаймен ғана бұрай отыра қақпағын жауып аламыз. Өте оңай жабылады. 1-2 рет қайталасаңыздар, барлық банкілеріңізді атылмайтындай етіп жауып шығуларыңызға болады. Міне мен осылай банкілерімді жауып алдым. Егер күштеріңіз жетпесе, жолдастарыңыздан көмек сұрасаңыздар болады. Міне достар, жауып алғаннан кейін осылай жерге қойып, яғни үстелге қойып, банкамызды дөңгелетіп тексереміз. Достар, рецепт өте оңай жасалынады. Аз уақытта осындай табиғи шырын жасап көріңіздер сіздерде. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық банкілерімізді осылай төңкеріп, жылы жерге қойып қоямыз. Мен осылай одеялмен беттерін жауып қойдым. Сіздерге де жасап көруге ұсынамын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.